Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 46-шы сабағымызды орындайтын боламыз. Балалар, сабақты бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды. Ұмытпаңыздар. Бізде жай есептерді құрама есепке айналдыру. Сен жай есептерді құрама есепке айналдыруды және оларды шығаруды жалғастырасың. Бірінші тапсырмада бізде жай есептерді салыстыр және шығар деген. Бірінші тапсырманың нұсқасына қарай, аулада 17 ұл және 18 қыз ойнап жүр. Аулада барлығы неше бала ойнап жүр дейді. Бізде ұл 17, қыз 17. Неше бала екен белгісіз. Демек, біз 17-мізбен мына жерде 18-мізді қосамыз. Сонда бізде 35. Аулада барлығы 35 бала ойнап жүр. Келесі, аулада 35 бала ойнап жүрді. Олардың 19-ы үйлеріне кетті. Аулада неше бала қалды дейді. Бізде жүрді 30 бала. Кеткен 19 бала қалды. Неше бала екен сұрап тұр. Демек, біз 35 баламызбен 19 баламызды алатын боламыз. Сонда бізде аулада 16 бала қалады екен. Келесі балалар, бізде екінші тапсырмадағы жай есептен құрама есептер құрастырып, оны түсіндірме отырып шығар дейді. Бізде барлығы 17 бала деп алайық. 17. Және оған 18 баламызды қосайық. Сонда бізде 17-ге 18-міз қоссақ 35. Аулада ойнап жүрген балалар саны 35. Екінші, біз осы 35 санымыздан алайық мына 19 баламызды. Сонда бізде 35-тен 19-мізді алсақ 16. Аулада қалған балалардың саны бізде 16 екен. Жауабы 16 бала деп жазып қойайық балалар. Келесі балалар үшінші тапсырма есептерді салыстыр. Осы есептерге құрама есеп құрастыр және оны шығар дейді. Ең бірінші көркем еңбек сабағында қыздар 34 оюдың және 42 гүлдің суретін бояды. Қыздар барлығы неше сурет бояды дейді. Бізде ою 34, ал гүліміз 42. Демек 34-мізбен 42-мізді біз қосады екенбіз. Сонда 76. Жауабы қыздар барлығы 76 сурет бояды екен. Келесі, бізде көркем еңбек сабағында қыздар 76 ою мен гүлдің суретін бояды. Оның 55-ін сынып бөлмесін безендіруге жұмсады. Неше сурет қалды деген бізде 76 ою және 55-ін бөлме безендіруге жұмсаған екен. Қалды неше сурет деп тұр. Балалар, біз 76 суретімізден мына 55 суретімізді аламыз. Сонда бізде 21 сурет қалады екен. Жауабы 21 сурет қалды деп жазып қойайық балалар. Келесі балалар, бізде 4-ші тапсырманың нұсқасына 42 қосылған 15 қосындының мәні, 39 азайтылған 12 айырмасының мәні қанша артық дейді. Біз 42 мен 15-мізді жақша алайық, 39 мен 12-міздің айырмасы деп тұр. Айырма деген ортада бізде азайту амалы. Демек, біз 42-мізді қосамыз 15-ке. Және айырмасы 39-мізді азайтамыз 12-ден, балалар. Сонда бізде 42-мізден 15-мізді қосақ, ол бізде 57. 39-мыздан 12-мізді азайтсақ, ол бізде 27. 57-мізден 27-мізді азайтсақ, сонда ол 30 екен. Сонда біз былай айтады екенбіз. 42 мен 15 қосындының мәні 39 мен 12 айырмасының мәнінен 30-ға артық деп айтады екенбіз балалар. Келесі нұсқасында бізде 61 азайтылған 29 айырмасының мәні 66 қосылған 15 қосындысының мәнінен қанша кем дейді. Бұл жерде біз балалар 66-мізбен, ең бірінші 66-мізбен 15-мізді қосайық. Қосу амалын жазайық. Мұны жақша алдым мен. Содан кейін барып айырмасы деп 61-мізбен 29-мізді жақшаның ішіне алайық. 61-мізбен 29-міз. Сонда балалар 66-мізбен 15-мізді қоссақ бізде 81. Және азайту амалын қайтадан жазамыз. 61-мізден 29-мізді алсақ ол 32. Енді 81-мізден 32-ні алсақ ол бізде 49. Енді балалар, бұл жерде 61 мен 29 айырмасының мәні 66 мен 15, ол бізде қосындының мәні 49-ға кем деп айтады екенбіз балалар. Келесі балалар, бізде 5-ші тапсырма жасырын сандарды тап дейді. Бізде жасырын сан деген 32 қосылған 24, белгісіз сан бізде x екен.
Демек 32 қосылған 24 азайтылған x тең 41, иә балалар? 38 мен 24-ді қосып аламыз, бізде 56. 56 азайтылған x тең бізде 41-ге тең екен. X тең 56-мыз бен 41-мізді азайтамыз, сонда бізде x тең 15-ге тең. Енді тексереміз. Мынау x-ның орнына шыққан мәнімізді 15-мізді қоямыз. 32 қосылған 24 азайтылған 15. Ол бізде 41-ге тең. 41 санына тең екен. Келесі балалар бізде x, бұл жерде белгісіз сан x деп аламыз. Демек x қосылған жақшаның ішіне 13 қосылған 21 тең 57. Ең бірінші 13-міз бен 21-мізді қосып аламыз, жақшаның ішін орындаймыз. X азайтылған ол 34-ке тең 57. X тең 57-міз бен біз 34-мізді қосамыз. X тең ол бізде 91-ге тең екен. Енді тексереміз. Мына белгісіз санымыздың орнына біз мына 91-мізді қоямыз. 91 азайтылған жақшаның ішіне 13 қосылған 21 тең ол бізде 57-ге тең болады. 57 санына тең екен балалар. Келесі 56 қосылған белгісіз сан ол x қосылған 11 тең 75-ке тең екен. 56-мыз бен 11-мізді қосып аламыз, ол бізде 67-ге тең болады екен. Қосылған x тең 75-мізді қайтадан жазамыз. X тең 75-мізден біз азайтамыз 67-мізді. Сонда x тең 8-ге тең. Енді белгісіз мына x-ның орнына мына 8 санымызды қоямыз. Сонда 56 қосылған 8 қосылған 11 ол бізде 75-ке тең. 75 санына тең екен. Келесі 26 азайтылған 13 ол белгісіз сан бізде x тең 4 дейміз балалар. 26 мына жерде 13 азайтылған x тең ол бізде 4-ке тең екен балалар. 26-мыздан 13-мізді алсақ 13, соны жазып қойдық мінекей. Енді x тең 13-мізден 4-мізді азайтамыз. X тең ол бізде 9-ға тең екен. Енді белгісіз сан x-тің орнына мына шыққан мән 9-мызды қойдық. Сонда 26 азайтылған 13 азайтылған 9 дедік. Ол бізде 4-ке тең екен. 4 санына тең болады балалар. Келесі балалар бізде 6-шы тапсырмада цифрлық сауаттылық сабағында 8 қыз және 9 ұл компьютердегі жұмыс жасады. Олардың 12-сі жұмыстарын аяқтады. Неше бала компьютердегі жұмыстарын жалғастырды дейді. Бұл жерде бізде жасады 8 қыз және 9 ұл. Аяқтады 12 бала. Жалғастырғаны нешеу екен белгісіз. Демек, бірінші біз мына 8-міз бен 9-мызды қосып аламыз. Оны жақшаның ішіне алайық, балалар. Сосын барып жақшаның сыртына азайтылған 12 дейміз. Енді бірінші жақшаның ішін орындайық. 8 мен 9-мызды қосақ біз ол 17. 12-мізді сол мәнін қайтадан жазамыз. 17-мізден 12-мізді алсақ 5. Жауабы 5 бала компьютердегі жұмыстарын жалғастырды деп айтады екенбіз балалар. Келесі бізде 7-ші тапсырма ойлан тап. А нұсқасын айтайық бірінші. Бірінші сыныптың балалары кинотеатрға билет алу үшін 2-2-ден кезекке тұрды дейді. Айдос пен Мағжан кезектің басынан санағанда 4 жұп, ал соңынан санағанда 10 жұп болды. Сонда сыныпта неше оқушы бар дейді. А нұсқасы деп алайық. Ең бірінші біз 4-міз бен 10-мызды жақшаның ішіне алып, және одан 1-мізді азайтатын боламыз. Және жақшамыз жабамыз, жақшаның сыртына көбейту 2 дейміз. Сонда бізде 4-ті 10-ға қосақ 14, 14-тен 1-мізді алсақ ол бізде 13, 13-мізді 2-ге көбейтеміз, ол бізде 26-ға тең екен. Жауабы 26 жұп болды деп айтады екенбіз балалар. 26 оқушы бар деп айтады екенбіз. Енді келесі ән нұсқасында бізде апта күндердің атын және санын атамай-ақ 5 күнді атай аласың ба дейді. 5 күн. 5 күн деп біз балалар саны деген мысалы күндердің саны немесе аптаның аттарын атамасақ біз қалай атауымызға болады? Әрине кеше, бүгін, ертең, бүрсігүні, және арғы күні деп атауымызға болады екен балалар. Балалар, осымен біздің сабағымыз тамам. Менің каналым сіздерге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, қоңырау жауын басып қойды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше.